Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге кешкі асқа керемет идея бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі тез арада дайын болатын тағамның рецептімен бөлісемін. Ең бірінші каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен табамызға сұйық май құямыз. Етімізді 4 бұрышты етіп, турап осы сұйық маймен бірге жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Келесі кезекте пиязымызды 4 бұрыштылап турап аламыз. Бұл жерде мен 4 дана қолданып жатырмын. Егер ірі көлемдегі пияз болса, бір үлкен данасын қолдансаңыздар болады. 4 бұрышты етіп турап алған пиязымызды жаңағы қуырылған еттің үстіне салып, пиязымыз сарғайғанша жақсылап қуырамыз. Осы аралықта сәбізімізді де 4 бұрышты етіп турап барлығын дайындап аламыз. Оны да табамызға салып, жақсылап араластырамыз. Енді томат пастасын салдым, және де болгарскийдің орнына, яғни болгар бұрыштың орнына осындай дайын банкідегі түрін қолдандым. Және де барлығын араластырамыз. Үстіне 4 бұрышты етіп, картошка, тұз, одан кейін дәміне қарай қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне су құйып, қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз. Еті піскенше қайнатамыз. Келесі кезекте гарнирге күріш дайындаймыз. Бөлек табамызға сұйық май құямыз. Күрішті алдын ала 4 қайтара жуып аласыздар. Таза жуылған күрішті осы майдың үстіне салып, жақсылап қуырамыз. Бұл күріштің дана-дана болып, езілмей шашырап пісуіне әсер етеді. Азаған тұз саласыздар, және де үстіне кәдімгі салқын су құйып, күріштің бетіне сәл асатындай етіп құясыздар. Мендегі күріш лазер күріші, басқа да түрлі күріштерді қолдана беруге болады. Енді арасында бір қарап тұрыңыздар, асты жабысып қалмасын. Су азайып бара жатса су құйыңыздар. Піскеннен кейін осылай шашылып, әдемі болып төгіліп тұрады. Содан соң осындай пиаланың көмегімен ішіне осындай дөңгелек форма жасаймыз. Басқа түрлі формаңыз болса жасай беруге болады. Және де дайын болған жаңағы қуырылған тағамымыздың үстіне аздап укроп, яғни укроп салдым. Және де жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді осыны начинкасы ғой, яғни салмасын осылай жанына қойып, тарелкеге салып, дастарханға ұсынып, отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, тойымды және тез арада дайын болатын кешкі астың бірі. Жасап көріңіздер. Осымен тағамымыз дайын болды. Видео ұнаса, төменде поделиться деген батырма тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға, қыздарға, әпкелерге жіберіп қойыңызды сұраймын. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Сонымен қатар дәл осылай мен сияқты видео рецепттер сала отырып табыс табуыңызға да болады. YouTube просмотр үшін ақша төлейді. YouTube курс жайлы толық ақпарат білгіңіз келсе, төменде сілтеме қалдырам, WhatsApp-қа өтіп сұрасаңыз болады. Мен де үйде отырып дәмді тағамдар жасап, сіз сияқты отбасыма ұсынып отырмын. Дәл сол тағамдарды жасай отырып, видеоға түсіріп, YouTube-қа салып, табыста отырған анамын. Құйрық май туралы пайдалы ақпарат айта отырып, видеосын жүктеп, YouTube-тан 107 000 теңге алып отырмын. Толық ақпаратты білгіңіз келсе, подробнее батырмасын басыңыз.